Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 7 сынып геометрия 17-те бірінші есеп берілген жазайын. 13 сантиметр, 2 сантиметр, 8 сантиметр берілген. Осы шамалар арқылы үш бұрыш салуға бола ма деп сұраған. Енді көрейік. Мына берілген шамаларды жазайық. А тең болсын 13 сантиметрге, В тең болсын 2 сантиметрге, С тең болсын 8 сантиметрге. А кіші В қосылған С-дан, В кіші А қосылған С-дан, С кіші А қосылған В-дан. Яғни осының орнына қойып көрейік. Аның орнына бізде 13 сантиметр, кіші 2 қосылған 8, 13 кіші 10-нан. Ол жерден шарт орындалған жоқ. 2 аның орнында 13 қосылған 8, 2 кіші 21-ден. Сының орнында бізде 8, аның орнында 13 қосылған 2, 8 кіші 15-ден. Яғни бізде екі жерде тура келгенмен, шарт орындалмен бізде бірінші жағдайда орындалған жоқ. Яғни біз үш бұрыш сала алмайды екенбіз. Яғни болмайды, болмайды деп жазып қойыңыздар. Енді асын көрейік. 1 метр, 0,5 метр, 0,5 метр. А тең болсын 1 метрге, В тең болсын 0,5 метрге, С тең болсын 0,5 метрге. Енді 1 кіші 0,5 қосылған 0,5. Так, 1 кіші сонда 1-ден. Яғни бұл жерде шарт орындалған жоқ. Так, оның орнында бізде 0,5, кіші 1 қосылған 0,5-ден. 0,5 кіші 1,5-нан. Екінші тоже 5, 1 қосылған 0,5. 0,5 кіші 1,5-ден. Яғни бұл жағдайда да бізде біріншісінде 1 кіші 1-ден емес, бұл жерде тең болу керек 1-мен 1. Яғни бұл жерде де тоже берілген шамалармен біз үш бұрыш сала алмайды екенбіз, яғни болмайды. Бізде келесі есеп 17-те екінші есеп. Так, берілген алайық. Бірінші бізде 1, 2, 3-тің қатынасы деп берген. Бұны біз жазбасақ, А тең болады 1х-ға, В тең болсын 2х-ға, С тең болсын 3х-ға, деп алайық. Бізде А кіші В қосылған С-дан, В кіші А қосылған С-дан, так, С кіші болсын А қосылған В-дан. Орындарына қойайық. Амыз біздің 1х-ға тең, кіші В қосылған 2х қосылған 3х, В-мыз біздің 2х, кіші 1х қосылған 3х-дан. Так, мына жерде С-мыз біздің 3х, кіші 1х қосылған 2х-дан. Теңдігін шығарайық. Бұл жерде 1х кіші 5х-дан, 2х кіші 4х-дан, мына жерде 3х кіші емес, бұл жерде тең болу керек еді. Яғни бұл жерде де шарттар орындалмайды екен. Шарт орындалмайды. Енді әсін жазайық. Бұл жерде бізде 2, 3, 6 қатынасын берген. Бізде Аны жазайық. Аны жазайық. Амыз біздің 2х-ге тең болсын. В-мыз 3х-ге, С-мыз 6х-ге тең болсын.
Так, А кіші В қосылған С-дан, В кіші А қосылған С-дан, С кіші А қосылған В-дан. Біздің А-мыз 2х-ге тең. Кіші 3х қосылған 6х. В-мыз біздің 3х. Кіші 2х қосылған 6х. С-мыз біздің 6х-ге тең болса, 2х қосылған 3х. Ол кезде бізде 2х-мыз кіші 8х-тен, 3х-мыз кіші 8х-тен. Мына жеріміз 9 ғой. Қателестім. 6х кіші болады 5х-тен. Яғни, мына жеріміз кіші емес, наоборот 5 6-дан кіші болу керек. Яғни, бұл жерде де шарт орындалмайды екен. Енді бұл нұсқасын шығарып көрейік. Бұл нұсқасында 1, 1, 2-нің қатынастары беріліпті. Мен сразу берілгеніне жазайын. 1, 1х, В болсын 1х, С тең болсын 2х-ге. Жазайық. А тең болсын А кіші В қосылған С-дан, В кіші А қосылған С-дан, С кіші А қосылған В-дан. Орындарына қойып шығайын қазір. 1х кіші 1х қосылған 2х-тан, 1х кіші 1х қосылған 2х-тан, 2х кіші 1х қосылған 1х-тан. Бұл жерде 1х кіші 3х-тан, 1х кіші 3х-тан, 2х кіші емес, бұл жерде тең болу керек 2х-тан. Бұл жерде де шарт орындалған жоқ. Яғни, бұл берілген немен берілген шарттар бойынша, яғни 3 бұрыш салуға болмайды екен. Шарт орындалмайды деп жазып қояйық. Бізде келесі есеп 17-те 3-ші есеп. Берілгенде тең бүйірлі 3 бұрыштың бір қабырғасы 25 см, екінші қабырғасы 10 см берілген, яғни осының қайсысы табаны болады деп жазылған. Біз екі жағдайда көрсетейік. Тең бүйірлі 3 бұрыштың табандары, яғни тең болады бір-біріне. Так, ол үшін біз жазайық. А тең болсын 25-ге. Қазір мен сіздерге бірінші сыз көрсетейінші. В тең болсын 25-ге, С тең болсын 10-ға. Ол жерде мен көрсетіп отырған былай болсын. Тең бүйірлі 3 бұрыштың. В С болса, мына жеріміз 25, 25, 10 болсын. Осы жағдайда көрсетейін сіздерге бірінші. Шығарайық енді. А кіші болсын В қосылған С-дан, В кіші болсын А қосылған С, С кіші А қосылған В-дан. Бізде А-ның орнында 25 кіші 25 қосылған 10. В-мыз бізде 25 кіші 25 қосылған 10-нан. С-мыз бізде 10 кіші 25 қосылған 25-тен. Шығарайық. 25 кіші 35-тен, 25 кіші 35-тен, 10 кіші 50-тен. Яғни, бірінші жағдайда бізде шарт орындалып тұр. Яғни, бұл жерден біз тең бүйірлі 3 бұрыш сала алады екенбіз. Бұл бірінші жағдайда. Екінші жағдайда көрсетейін. Яғни, қазір мен бұл жерге 25-ті табан деп алам, ал бүйірлерін 10 см деп алам. А тең болсын 10 см-ге, В тең болсын 10 см-ге, С тең болсын 25 см-ге.
Енді жазайық. А кіші болсын В қосылған С-дан, В кіші болсын А қосылған С-дан, С кіші болсын А қосылған В-ға, не? Жазайық. А бізде 10 сантиметр, кіші 10 қосылған 25. В-мыз біздің 10 қосылған 25. С-мыз біздің 25-ке тең, қосылған 10 қосылған 10. Так, шығарып көрейік. 10 кіші 35-тен, 10 кіші 35-тен, 25 кіші 20-дан. Бұл жерде біз кіші емес, бұл жерде наоборот 20-25-тен кіші болады. Екінші жағдайда, яғни шарт орындалмайды екен. Орындалмайды. А мына жағдайда орындалады екен. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде геометрия 7 сынып 17-4 есеп берілгені бойынша тең бүйірлі үшбұрыштың екі қабырғасы берілген. Біріншісі 6 см, екінші 3 см. Яғни бұл жерден бізге үшінші қабырғасын табыңдар деген. Бірінші мысал ретінде жеге сызайын да. Қазір тең бүйірлі үшбұрыш телге. Осының бір қабырғасы 6 см, екінші 3 см. Яғни ол жерде біздің тең бүйірлі үшбұрыштың табандары тең болады. Например, бүйірлер 6 см, 6 см, 3 деп алсақ. А тең болады 6 см-ге, В тең болсын 6 см, С тең болсын 3 см-ге. Енді әрғап салайық. А кіші В қосылған С-дан, В кіші А қосылған С-дан, С кіші А қосылған В-дан. Енді қарай орындарына қояқ. А бізде 6 см кіші 6 қосылған 3, 6 см кіші 6 қосылған 3-тен, 3 см кіші 6 қосылған 6-дан. Яғни теңдігі бұл жерде шығады. Бірінші жағдайда 6 кіші 9 орындалды, 6 кіші 9 тоже орындалды, 3 кіші 12-ден. Яғни бұл жағдайда бізде шарт орындалады екен, деп қойып қояқ. Екінші жағдайда нұсқасында 8 және 2 сантиметрлер берілген. Яғни мен табанын 2 сантиметр деп аламын, бүйірлерін 8 деп аламын. А тең болсын 8 сантиметрге, В тең болсын 8 сантиметр, С тең болсын 2 сантиметрге. Шығарайық, өрнек жазайық. Кіші В қосылған С-дан, В кіші А қосылған С-дан, С кіші А қосылған В-дан. Шығарайық. А бізде 8 кіші 8 қосылған 2-ден, 8 кіші 8 қосылған 2-ден, 2 кіші 8 қосылған 8-ден. Бұл жағдайда 8 кіші 10-нан, 8 кіші 10-нан, 2 кіші 16-дан. Бұл жағдайда біздің шарттарымыз орындалады екен. Бізде келесі есеп 17-де 6-шы есеп берілген бойынша тең бүйірлі үшбұрыштың бір қабырғасы 12 сантиметрге тең, екінші қабырғасы 5 сантиметрге тең. Яғни біз периметрін табыңдар деген бұл жерде. Тең бүйірлі үшбұрышты салайын қазір. Яғни асты табаны бізде 5 сантиметрге, 12 сантиметр, бүйірлері тең болады. Міне 12 сантиметрге. Периметрін табу үшін біз қосып шығамыз. 12 қосылған 12 қосылған 5 тең болады. 12, 12, 24, 29 сантиметр. Оны шықты. Келесі есеп бізде 17-де 7 берілгені бойынша периметрі берілген 20 сантиметр. Екінші қабырғасы бірінші қабырғасынан 2 есе үлкен дейді. Яғни бізге қалған 3 қабырғасын табуымыз керек. Жазайық, бізде
үшбұрышты салайын, тең берілу үшбұрышты. Қараңыз, мына жеріміз бізде үш қабырғасы да белгісіз, бізде x, мына жеріміз 2x. 2 есе үлкен деп тұр, иә? Енді қараңыз, бізде 20 сантиметрге тең болатын болса, қараңыз, x қосылған 2x тең болады 20. Себебі периметр үшеуінің қосындысы болады. Енді жазамыз, 2x 4x тең болады 20. X тең болады 5. Сонда мына жерге қояқ. Сонда мына жеріміз 5 сантиметр, 5 сантиметр. Мына жер 2 жердегі 5-ті көбейтсеңіз, мына жеріміз 10 сантиметр болады. 5 қосылған 5 қосылған 2 көбейтілген 5 тең 20.